Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осылай сливадан варенье жабатын боламыз. Видеоны соңына дейін менімен бірге тамашалаңыздар. Ол үшін бізге осындай сливалар қажет. Ең алдымен осы сливаларды біз тазалап, жуып, сабақтарын алып тастайтын боламыз. Егер тазалап жуылмаса, біздің жапқан банкамыз атылып кетуі мүмкін. Сондықтан да тазалап жуайық. Мінекей мен жуып болдым. Енді отқа қойып, осылай 2 кружка су құятын боламыз. Қантты айта кетсем, оны қалауларыңызға қарай қосасыздар. Мысалы, біздің үйдегілер тәттіні қаттырақ жақсы көреді. Егер сіздер шайға лимон мен слива қосып ішсеңіздер, сәл қышқылдау етуге болады. Мен осылай салып алып, үстіне тағы 1 кружка су құямыз. Арасында араластыруды ұмытпаймыз. Мінекей біздің сливаларымыз қайнап жатыр екен. Осылай араластырып тұрамыз. Араластырғанда қатты мыжып араластырудың қажеті жоқ. Слегка ғана араластырамыз, себебі слива қатты езіліп кетуі мүмкін. Мінекей бізде қайнап дайын болуға жақын қалыпты. Енді қараңыздар, біздің сливаларымыз жаңа дайын болыпты деген кезде астын өшіріп жарты сағатқа қоятын боламыз. Одан кейін астын тағы да жағып, жай отта жабуға кірісетін боламыз. Және де ең маңыздысы, біз банкаларымызды тазалап алуымыз керек. Оларды тазалап, өздеріңізге ыңғайлы ыдыста осылай парлап алуға болады. Мінекей осылай тағы 1 рет қайнатып аламыз. Енді жаба беруге болады. Және де крышканы да осылай ыстық суға 1 рет салып алу керек. Мен барлығын жауып қойдым. Нәтижесінде осындай өте керемет дәмді банкалар шықты. Қысқа менімен бірге дайындалыңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай. Рахмет.